Сәлем достар, қалайсыздар, қалай жағдайларыңыз? Сіздермен бірге Кореяда тұратын мен Құлпынай. Бүгін сіздерге қанша уақыт дегенде отырып алып, осылай кофемен бірге видео түсіріп отырмын, әңгіме айтайыншы деп. Бүгінгі әңгімем сіздерге маңызды болатынына сенімдімін, өйткені соңғы уақытта маған көп келіп жүрген сұрақтардың шешімін, жауабын айтайыншы деп шештім. Виза. Кореяға виза қашан ашылады? Кореяға жол ашық па? Жалпы қазір Кореяның жағдайы қандай деген сұрақтарды сіздерге бүгін шешіп көремін. Әрине Құлпынайдың сылдыр әңгімесі емес, заңға сүйеніп, қазіргі өзгеріп жатқан заңдарға сүйеніп айтатын боламын. Ең бірінші, айтпақшы, қазір жаңа жылға деген сіздердің көзқарастарыңыз, көңіл күйлеріңіз қалай? Жаңа жылға дайындалып жатырсыздар ма? Бір қызық айтайын, мемлекет бізге жаңа жылға керемет сыйлық салады деп айтсам болады. Қандай сыйлық деп ойлайсыздар? Қазірге дейін жап-жақсы болып тұрған карантиндік режимді күшейтіп жіберді 2 есеге. Қазірге дейін 10 адам, 8 адам жиналуға болып, вакцинацияға қарамай, әйтеуір сондай бір еркіндік болған еді. Бірақ жаңа жылға 2 апта қалған кезде 4 адамнан артық жиналмаңдар. 4 адамның 3-еуі вакцина қабылдаған болу керек. Ал егер сіз вакцина қабылдамасаңыз, онда бір өзіңіз келіп тамақтанасыз. Немесе собой алып кетесіз, немесе доставка заказ бересіз деген сияқты осыны шарт қойып тастады. Жалпы мемлекеттің қалайтыны Крисмаста және жаңа жылда ешкіммен кездеспеу. Адам көп бар жиналатын жерге бармау. Вирус тарап кетеді деген мақсатта осылай жасап жатыр екен. Әрине біздің жаңа жылға, отбасымыздың жаңа жылға деген бір ерекше жоспарлар көп болған еді, бірақ заңға сүйенеміз, не істейміз? Тағы да кеше тәуелсіздік күні болды ғой. Тәуелсіздік күнінде осы Кореяда тұратын отандастарымызбен бірге жиналып, өзіміз тәуелсіздік күнін және жаңа жылды бірге атап өтеміз деген жоспарда алдын ала ресторанға тамақ заказ беріп, жиналатын жандар алдын ала ақша жинап, тамаққа да тапсырыс беріп қойып, өзімше дайындалып жатқанбыз ғой, группа ашып алып. Айдан облом шықты енді. Тура жиналатын күніне 2 күн қалған кезде заңды өзгеріп жүргеніне риза боласың ғой. Жинала алмай қалдық, бірақ келесі айда келісеміз деп тапсырыс беріп қойған ресторанға алдын ала бәрін ескертіп айттық. Өте өкінішті болды, өйткені қазақтармен жиналып алып, бір әңгіме шай басында әңгіме айтамыз деп ойлаған едік, бір 10 адам, 18 адамдай. Олымыз болмады. Және де бірақ өкімет бұндай қатаң заң шығарғанымен халықтар забастовкаға шығып кетпесін деді ма, не істеді білмеймін. Әйтеуір әр қала өзінің халқына көмек ретінде $100 береміз деген тағы да бір заң шығарды. Онысына мәз болып қалдық, тағы да әр қала өзінің картасына салып береміз деп. Әйтеуір көмектесіп жатыр жаңа жылға деп, онысына да рахмет деп күлдік. Негізі біз жаңа жылды көбінесе 31 күнін ата-енеміздің үйінде өткіземіз. Себебі менің сіңілім бар, сіңілім жаңа жылда бір өз өтпесін дейміз, оның үстіне үлкендермен бірге үлкен үйде өткізейік дейміз, және де 1 қаңтар кәрістер үшін бір маңызды күндердің бірі, себебі өздерінің ұлттық сорпаларын ішіп бір жас қосады деген бұларда сондай бір понятие бар. Сол үшін 1 қаңтарда Құлпынай келін болып ата-енемізге өздерінің сорпаларын дайындап беру мақсатында біз 31-ін міндетті түрде ата-енеміздің үйінде өткіземіз. Биыл қалай болады білмейміз, әлі енемізге айтқан жоқпыз. Енеміз кейде ой не қыласыңдар, келмей қойыңдар дейтін кезі болады. Егер келмей қойыңдар десе басқа жерге барамыз, келіңдер десе ата-енеміздің үйіне барамыз. Өйткені баламызда 28-нен бастап наурыз айына дейін каникул. Басқа садиктерде 2 апта каникул болатын болса, біздің баламыздың садигінде 2 ай каникул. Сол үшін барынша осы қысты пайдалы өткізуге, баламызға көп нәрсе көрсетуге тырысып алдын ала жоспар құрып жатырмыз. Әрине болса деген мақсатта. Енді виза жайында сіздерді ең көп қызықтырып жатқан виза жайында айтатын болсам, жақын арада пайда болыпты. Құлпынайдың әдемі суретін алып виза жасап береміз. Сіздерге визаның түрін жасап береміз деген осындай текст пайда болыпты де, өздерінің номерін қалдырып қойыпты. Ол жерге адамдар звондаса Құлпынай емес, басқа адам алады дейді. Менің оқырмандарым маған Инстаграмға жазып, сіз виза жасап беріп жатыр екенсіз ғой деп, маған неше түрлі скриндар жіберіп жатыр да. Айттым, мен емес, мен виза жасамаймын. Және ондай арнайы поста салдым, мен виза жасап жатқан жоқпын деп. Одан кейін әрине сол жандарға телефон номерге хабарласып, менің суретімді түсіруін, әйтпесем заңды қолданатыныма тура келетінін айтқан едім. Әрине суретінің барлығын түсірді. Жекеге ең көп келетін сұрақтардың бірін айтайыншы. Қазір Кореяға жол ашық па деген сұрақ келеді. Жандарым, сол әрине жол ашық, бірақ тек қана визамен. Бұрынғыдай визасыз режим деген нәрсе жоқ. Енді 2021 жылы виза бізде қандай болып жатыр, қандай визаны беріп жатыр, қандай визаға нүкте қойып тастады деген сұрақ. Бұрындары тамыз айының 21-не дейін оқу визасы берілетін. Кореяға келгісі келетін жандар алдымен 6 айлық оқуға түсіп алып, ары қарай заңсыз кетіп қалған жандар да бар, универге түсіп жатқан жандар да бар. Оқу визасын жеңіл алатындықтан оқу визасымен келіп жатқан жандар болатын. Бірақ 21 тамыздан бастап оқу визасын да алып тастады. Яғни уақытша тоқтатып тастады. Одан кейін медицинский виза деген нәрсе бар еді. Медицинский визаны бірақ қазір бұрындары беретін, қазір оны да тоқтатып тастады. Қандай жағдайда ғана Кореяның емханасына келіп емделе аласыз? Егер сіз бұрын Кореяның емханасында емделсеңіз, немесе сізге срочно операция қажет болатын болса, соған сай келсеңіз ғана кіре аласыз. Оған сай келмесеңіз
больницасына келіп те емделе алмайсыз. Осы екеуі ғана. Ал гостевой виза беріліп жатыр енді. Өйткені менің қанша таныстарымның мамалары келіп жатыр. Гостевой виза беріліп жатыр, бірақ оның шарттарын күшейтіп тастады. Сол үшін дәл қазір былай түсінсеңіздер болады. Кореяда заңды жүріп жүрген адамдар өзінің еліне еркін емін-еркін кіріп жүре береді, бірақ жаңа визаны уақытша барлығын тоқтатты деп түсінсеңіздер болады. Ал енді 2022 жылы қандай виза беріледі, қандай виза бізге алуға мүмкіндік бар деген сұрақ пайда болуы мүмкін, мен қазір жаңалықтарды өте көп көріп жүрген кезде ең көп шығатын жаңалықтардың бірі Кореяда жұмысшы саны азайды деген жұмыс берушілердің жанайқайын көп көреміз. Себебі кәрістер қиын жұмыс, ауыр жұмыстарды істегісі келмейді. Ауыр жұмысты көбінесе шетел азаматтары, Кореяда жүрген шетел азаматтары істейді. Вирус басталғалы Кореядағы шетел азаматтарының көбісі елдеріне кетіп қалды, тарап кетті шынымен. Сонымен Кореяда жұмысшы саны өте аз. Сондықтан көп жағдайда азық-түліктің бағалары да қымбаттап кетті. Себебі бұлар айтады, біз жұмысшыға айлықты көп төлеп жатырмыз, сол үшін бізге оны шығарып алу керек деген мақсат болып жатыр. Және олар жоғарыға күніге айтатыны, бізге шетелдің жұмысшылар алып келіп беріңіздер. Сонда ғана сіздердің азық-түліктеріңіз арзан болады деген сияқты осындай бір шарт та қойып жатыр. Жаңалықта қайта-қайта шығып жатыр. Соған қарағанда жақын арада, егер вирустың барлығы жақсы болатын болса, жақын арада жұмыс визасы беріліп қалуы әбден мүмкін шығар. Бірақ әрине жұмыс визасын алу үшін екі елдің келісімі керек. Оған біздің ел мен Корея бір-бірімен келісе ме, уақытша жұмыс визасына келіспей ме білмеймін. Ал енді екінші ең оңай жолы, ең жақсы жолы бұрынғыдай визасыз режимді бізге берсе екен деген мақсат. Өйткені визасыз режимді беретін болса, барлығымызға мүмкіндік туар еді. Келіп, кіріп, аралап, қыдырып кетуге, оқуға түсуге, медицинаға, жұмысқа, әйтеуір бұрынғыдай мүмкіндік көп болар еді. Соны берсе екен деген мақсаттамыз. Негізінде қазір тағы да медицина саласында жұмыс істейтін адамдарда көбінесе қайта-қайта жоғарыдағы айтып жатқан ұсыныстарының бірі, бізде шетел клиенттеріміз өте азайып кетті. Операция жасатын, анау-мынау жасатындар азайып кетті. Өйткені сіздер виза бермей жатсыздар. Біздің больницамыздың несі жүрмей жатыр, бизнес деген сияқты осындай әңгімелер де болып жатыр. Соған қарағанда келесі жылы бір жақсы жаңалықпен сіздермен келісетін шығармыз деген ойдамын. Өйткені уже жауып тастағанына қанша жыл болды ғой, бұлардың да экономикасы ары қарай даму керек дегендей. Сол үшін келесі жылы бұйыртса бір жақсы жаңалықпен келіп қалуымыз әбден мүмкін. Кореяда тұратын, заңды тұратын отандастарымызға бір лайфхак айта кетейін. Егер сіз жаңа жылда еліңізге демалыста, еліңізге барып демалып келем дейтін болсаңыз, әсіресе студенттер, жаңа жылда каникул болады сіздерге, сол кезде еліме барып демалып келем дейтін болсаңыздар, шығар алдында, Кореядан кетер алдында міндетті түрде миграционныйға барып, қайтадан Кореяға кіруге рұқсат деген печатты загранпаспорттарыңызға бастырып алып келіңіздер, кетіңіздер. Себебі ол печат болмайтын болса, обратно Кореяға кіргізбейді. Ол да жаңадан шыққан заңдардың бірі. Бүгінгі бейнежазбада сіздерге көбінесе Кореяның қазіргі жағдайын және де 2021 жылы виза жағдайы, 2022 жылы қандай өзгерістерге ие болуы мүмкін деген тақырыпта видео түсіріп көрдім. Алла бұйыртса 2022 жылы Құлпынай сіздерге сүйінші жандарым сол виза ашылды, виза беріп жатыр деген видеомен келсем екен деген арман, менде басқа еш нәрсе емес. Барлықтарыңызды, Кореяға келгісі келіп жүрген барлық жандарды Кореяда кездескенше деп айтқым келеді. Жаңа жыл 2021 жылда орындалмаған арман мақсаттарыңыз 2022 жылда орындалсын деген үлкен тілегім бар. Армандарымыз орындалсын, мақсаттарымыз орындалсын, келесі жылда виза ашылсын дейді. Бейнежазбаны соңына дейін көргендеріңізге көп-көп рахмет. Барлықтарыңызды жақсы көремін, сау болыңыздар.